Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге мен Армашқа Бро. Араға бірнеше жыл салып контентімізға, яғни каналымызға оралдық. Осыған дейін өздеріңіз білесіздер, мен ютубта хоррор контенттар түсірген болатын, және де Аягөз қаласындағы топ 1 ютубер болған болатын. Міне араға бірнеше жыл салып қайтадан ютубты қолға алып жатырмыз. Ендеше бүгінгі өздеріңіз көріп тұрғандай біздің бүгінгі контент дәл осы жерде болмақ. Осыны біз 4 жыл бұрын түсірген болатынбыз бұл жерде, және де бұл жер өзгерді. Одан кейін қаншама хоррорлар болды, іс-әрекеттер болды. Сондықтан да ендеше көп созбаймыз, біз видеомызды бастаймыз. Міне достар, біз осы жерге келдік, осы жерде контенттар түсірген болатынбыз, елестер бар деп. Енді ол кезде біздер шын болды ма, өтірік болды ма деген сұрақтарға жауап берген болатынбыз. Ал бүгін біз енді лайв форматында түсіреміз, яғни не бар, не жоқ екенін осы жерден қарайтын боламыз. Яғни бұл жерде қазір сағат 6 шамасы болып қалды. Біздің түсіріп жатқан контентті үзбей қарап отырыңыздар. Каждый моментта бір дүние болып қалуы мүмкін, біз байқамаған, сіз байқап қалатын. Сондықтан да видеоны соңына дейін көреміз, каналға тіркелеміз, лайк басамыз. Келесі видеолар басқа форматтарда болады, сондықтан да видеоны жіберіп алмаңыздар. Міне бұл комнаталардың ішін қарасаңыздар болады. Бұл жақтың бәрі заброшка, ешкім жоқ, адамдар жоқ. Тек қана мен және оператор. Бізде 2 адамнан басқа ешкім жоқ. Мына жақта. Ең алғашқы видео менің дәл осы комнатада болған. Яғни білесіздер, осы жерде қандай дауыстар шыққанын, стеклоның дауысы шықты, тастың дауыстары шықты сол кезде. Ал бүгін біз контентті, бүгін жай ғана бұл контент, осы заброшканың ішін қарап шығу ғана болатын, обзор түсіріп. Өз ойларыңызды комментарияға жаза кетіңіздер, келесі қандай видеолар күтетіндеріңізді. Ал біз ар жақ комнаталарды көріп жатамыз. Естеріңізде болса, мен 3 рет түсірдім осы жерде, және үшеуінде де мен соңына дейін барған жоқ болатын. Себебі соңына дейін баратын кезде міндетті түрде бірдеңке болып қалатын. Бүгін де біз соңына дейін барып көретін боламыз. Егер де бүгін соңына дейін бара алмасақ, демек бұл жерде шынымен де бір дүниелер бар екені анық болады. Қалай ойлайсыздар, комментарияға жазып кетіңіздер. Біз осының алдында түсірген 3 видеомызда да соңына дейін жете алмағанбыз. Либо адамның дауысы шықты, либо охранниктер болды деді, болмаса бізге тастар, шынылардың дауысы шыққан болатын. Ал біз бүгін қазір соңына дейін барып көретін боламыз. Кеттік ендеше. Бүгін енді соңына дейін барып көреміз. Ажақ комнатада бұрынғыдай. Естілді ма?